Асанәлі, сізге де сұрақ қойғым келіп отыр. Шынайы жауап беруге тырысайық. Бұл сұхбатқа өзіңіздің бір дүниеңізбен келіп отырғаны байқалады. Сізге сұрақ. Сіздерден сауалнама алып, қазір зерттеу сабағы болып жатыр, жеке қажеттіліктеріңізді ескеріп жатыр. Осылай өткен сабақтар сізге қаншалықты пайдасын келтіріп жатыр? Қаншалықты сізге ұнап жатыр? Бұрынғы кезде біздің ұстазымыз бізге кез келген тақырыпта есептер беретін, мен оған қиналмай шеше беретін. Ал қазір зерттеуде мен футболды жақсы көргеннен кейін, оны достарыма да, ұстазға да, сыныптастарыма да көп айтқаннан кейін, сауалнамада футбол деп жазғаннан кейін, ұстазым бізге осына жеке тапсырма берді. Өзіңізге жеке берді ма? Өзімізге жеке берді. Кәмен болып оқыппын. Сәлем футболшы Асанәлі. Сен футбол ойынын жақсы көретінді білемін. Еліміздің атақты ойыншысы болатынына сенімдіміз Асанәлі. Аюға қойған тұзақ құру әрекетін спорттық тактикамен салыстырып, футболда қарсыласыңа қалай қорғаныс құрады дейтін бір сұрақ қойыпты. Қайсы пәннен болды бұл? Бұл әдебиет пәнінен Ахмет Мерген деген тақырыптан берген еді. Қалай жауап бердіңіз енді? Мен бұған ең бірінші қарсыласым бізге келатқанда біз бірақ қорғанысшы болмай екі-үшеу боламыз. Сол кезде ең біріншісін жібереміз. Сөйтіп ол қарсыластан допты алайын дегенде ол алдап кетуі мүмкін. Қарсыласы сол кезде мен одан аламын да, допты жібере алған кезде мен одан алып кетемін. Ал енді әдебиеттік оқу пәнінде Ахмет Мерген тақырыбында қандай тұзақ болыпты? Қандай қорғаныс болған? Ол кезде Оспан хан аюға тұзақ құрған, яғни дөңбекке арқанды байлап, оны суға қойған. Сол кезде аюдың аяғы жіпке оралып, ол дөңбекті көтеріп былай лақтырғанда өзінде ұшып кеткенін байқады. Содан кейін олар аюды кетірді. Қайтып келмейтін болды. Сол мәтіндегі тұзақты сіз өзіңіздің футбол ойыныңызда қалай қорғанатыныңызбен ассоциация жасалған тапсырма болып тұр бұл сонда. Енді осындай тапсырмалар сізге бергені мұғалімнің, сіз осындай жеке өзіңізге қажеттілігіңізге өтейтін тапсырмаларды орындау сізге ұнайды ма, ұнамайды ма? Маған бұрынғыдан қарағанда әлдеқайда жақсырақ, өте күшті болып ұнап келе жатыр. Бірақ сіз сабақ мақсатына жетесіз ба? Мен қазір сабақ мақсатына жетемін. Қанша бал аласыз? Күніне 9-10 балдан алып. Ой, керемет. Ал енді әрбір істің қиыншылығы да болады. Қай жері қиын сізге? Кейде ғана өзіндік жұмыс болған кезде қиналып қаламын. Себебі өзің бәрін біле бермесін дегендей. Кейбірінен қателесіп қалуы мүмкін. Сол кезде жұптық немесе топтық жұмыс маған әсерін береді. Сіз сол жұмыс түрлері ұнатасыз. Сол жұмыс түрлері орындалып жатыр ма сабақта? Жақсы, рахмет.